Хурасан күншығыс не болмаса күн шығатын жер деген мағына білдіреді парсы тіліне алған кезде. Ал уилаяту Хурасан, яғни Хурасан өлкесі, Хурасан аймағы деген мағынаны білдіреді. Қазіргі Ауғанстан, Пакистан, Иран, Түркменстан және Өзбекстан мемлекеттердің аймағын сол Хурасан деп атаған кезінде. Ал енді 2015 жылы осы аймақтардан, әсіресе Пакистан мен Ауғанстанда жүрген азаматтардың ишимға, яғни исламдық мемлекет деп өздерін атаған Ирак-Шам ислам мемлекеті деп аталған террористік ұйым бар. Сол ұйымға бір бөлігі болып аталатын уилаят Хурасан деген 2015 жылы ұйым пайда болады. Олардың негізгі мақсаты осы қазіргі кездегі бұрынғы, яғни атауы Хурасан жеріндегі, яғни жоғарыда аталған мемлекеттердің аймағында өздерінің діни сенімдеріне сай әртүрлі іс-әрекеттер жасау. Яғни қазіргі тілмен айтқан кезде террористік актілер жасау, өздері жақтастарды жинау және сол мемлекеттердің билігіне ашық түрде агрессия көрсетіп қарсы шығу. Олар негізгі мақсаты. Яғни барлығымыз білетініміз Шам еліндегі исламдық мемлекет деп өздерін атаған Даиштің солардың бір бөлігі болып саналады және де осы Хурасан жеріндегі солардың бір сол ұйымға өздерінің қатысы бар деп айтады. Және де әсіресе Ауғанстанда өте көптеген терактылар, тіпті биылдың өзінде 2026 жылы Ауғанстанда үлкен бір жарылған теракт болды. Соны ашық түрде уилаят Хурасан өкілдері біз соны жасаған, біз деп өздері мойындаған болады. Сондықтан да көптеген елдерде бұл уилаят Хурасан деген ұйым террористік ұйым болып саналады, тыйым салынған және де олардың негізі ишим, яғни Ирак-Шам ислам мемлекеті, соның идеологиясына негізделген. Сондықтан да біз де өзіміздің елімізде Қазақстанда бұл ұйымды насихаттауға, не болмаса осы ұйымның аудио-видеоларын таратуына тікелей қарсымыз және де осыған жақтастарын, не болмаса осыған қатысты материалдарды таратпауға, қарамауға, көрмеуге, лайк баспауға және де бұған ұқсас діни уағызда насихаттарды тыңдамауға шақырамыз.